Сәлематсыздар ма балалар? Алдыңғы 7-ші сыныпта ақпарат ұғымымен танысқан болатынсыздар. Біз ақпаратты әртүрлі кітаптардан, теледидарлардан, интернет желісінен аламыз. Бүгінгі сабақта сол ақпараттың өлшем бірліктері жайында атап өтеміз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты ақпарат көлемін анықтауда алфавиттік тәсілін қолдану. Информатикада ақпаратты өлшеудің әртүрлі тәсілдері бар. Мазмұнды алфавиттік ықтималдық. Алфавиттік әдіс ақпаратты өлшеудің объективті әдісі. Ол ақпаратпен жұмыс істеуде техникалық құралдарды пайдалану барысында ыңғайлы, себебі хабарламаның мазмұнына тәуелді емес. Ақпаратты өлшеудің ықтималдық әдісі. Барлық оқиғалар әртүрлі ықтималдықпен жүреді. Оқиға ықтималдылығы және ақпарат саны арасындағы тәуелділік қандай да бір оқиға жасалғанға дейін байланысты. Компьютерлік символ дегеніміз кез келген әріп, сан, тыныс белгісі, математикалық белгі, арнайы символ. Қысқасы, перне тақтадан жазуға болатынның барлығы. Бірақ компьютер адамның тілін түсінбейді. Сондықтан әрбір символ кодталады. Дербес компьютер 0 мен бірлікті ғана түсінеді. Компьютердегі ақпарат солардың көмегімен көрсетіледі. Бұл нөлдер мен бірліктер, бит деп аталады. Болашақта үлкен көлемді ақпарат кездеседі. Олар мынандай өлшем бірліктер: 1 килобайт, 1 мегабайт, 1 гигабайт, 1 терабайт, 1 петабайт, 1 экзабайт, 1 зеттабайт және 1 йотабайт болып табылады. Мәтіндегі ақпарат көлемі мына формула бойынша есептеледі. Үлкен I тең K көбейтілген кіші I. Кіші I дегеніміз қолданылып жатқан алфавиттегі бір символдың салмағы. K мәтіндегі символ салмағы. Үлкен I мәтіндегі ақпарат көлемі. Енді мысалға келетін болсақ, әрбір символ 1 байтпен кодталады деп